Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы құйрық майды құдалық тойда ғана жемей, күнделікті таңғы асқа жеуді әдетке айналдыру үшін заманауи құйрық дайындау әдісімен бөліскім келіп отыр. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Үйлеріңізде желінбей қалған осындай май болса, дәл осы менің әдісіммен жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай тұздалған құйрық майымызды қазанымды отқа қойып, жарты сағаттай қайнатып пісіріп алатын боламын. Дәміне қарай лабыр жапырағы мен қарабұрыш саламын. Аз мөлшерде тұзын қосамын. Өйткені бұл құйрық майлар тұздалғандықтан өзінің тұзы да шығады. Неке қазаным қайнап кетті. Енді 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Бұл майдың пайдасы өте зор. Кез келген ауруға да ем. Бұл майдың құры өзін жей алмайсың, сондықтан да дәл осылай мен сияқты тұздап бұрыштап жесеңіздер, тәбетіңіз ашылады. Біздің майымыз дайын болып шықты. Енді асын сөндіріп, майымызды сүзіп аламыз. Ысылай бірден сарымсағы мен дәмдеуіштерін бірден жағып тастаймын. Ысылай жағып тастасаңыздар, бұрыштың сіңуіне жақсы болады. Ыдысыма қара бұрыш, қызыл бұрыш және паприканы қосып, араластырып, тұздап тастаймын. Өзіме ыңғайлы болғандықтан осылай қолмен жағып жатырмын. Бұл құйрықтың дәмі салының дәміне ұқсас болып келеді. Бұл құйрық халал әрі тағамдық қасиеті мол болғандықтан сіздерге де отбасыларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Неке біздің құйрық майымыз дайын болды. Тұз бұрышы сіңіп, өте керемет болып шықты. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге де пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.